Нұртас Оңдасынов 1938-1951 жылдары Қазақстан үкіметін 13 жыл басқарған. Бүгінгі тілмен айтсақ, 34 жасында премьер-министр болған адам. Нұртас Дәндібайұлы билікте болған кезең соғыс пен жоқшылық жайлаған қиын қыстау жылдарға тұспа-тұс келді. Ол үкімет басшысы ретінде 8 жылдық мектепті міндеттеп, мұғалімдер институтын ашып, техникум мен училищелерді көбейтіп жатқанда, фашистік Германия тұтқиылдан шабуылдады. Соғыс кезінде Оңдасыновтың басшылығымен Гурьевте тұңғыш мұнай өңдеу зауыты салынды, және Гурьев Қандағаш, Басқұншақ Мақат, Жамбыл Шолақтау, Ақмола Қартал және соғыстан кейін Мойынты Шу жаңа темір жолдары төселді. Майдан жылдары Қазақстанға 142 ауыр және жеңіл машина жасау зауыты мен тоқыма фабрикалар, аса құпиялы 9 оқ дәрі зауыты көшіп келді. 20-дан астам театр, 15 жоғары оқу орны, 16 балалар үйі эвакуацияланды. Бір жылдың ішінде 2 миллионнан астам адам қазақ жеріне қоныстанып, оларды ас сумен, баспанамен, жұмыспен қамтамасыз ету Оңдасынов төрағалық еткен үкіметтің мойнына түсті. Қара металлургияға да сұраныс артып, жаңа қала пайда болды. Оның атын Оңдасынов Теміртау деп атады. Маңғыстаудағы Ақтау қаласының атын қойған да Нұртас Оңдасынов. Нұртас Оңдасынов 1904 жылы Түркістан қаласының түбіндегі Амангелді колхозында дүниеге келген. Ата-анасынан жастай айырылып, сол кезде Алаш зиялысы Сәдуақас Оспанов басшылық еткен Ташкент мектеп-интернатында тәрбиеленеді. Орыс тілінен Ғани Мұратбаев, араб тілінен Мәшһүр Жүсіптің ұлы Әмин Жүсіповтен дәріс алады. 1922 жылы Ташкент орман шаруашылығы техникумында оқып жүргенде Мұхтар Әуезовтің лекцияларын тыңдайды. Ғани Мұратбаевтың қасында жүріп, 1927 жылы еңбек жолын Қызылорда су шаруашылығында статист болып бастайды. 1934 жылы Ташкент ирригациялық институтын тәмамдап, 1938 жылға дейін Қазақ орман шаруашылығы басқармасында қызмет етті. Шығыс Қазақстан облыстық атқару комитетінің төрағасы болып жүргенде Нұртас Оңдасыновты совнарком етіп тағайындайды. 1955-1962 жылдары Гурьев облысын басқарды. Маңғыстаудан Қаражанбас, Жетібай, Жаңаөзен мұнай өндіріс орындарының ашылуына еңбек сіңірді. Нұртас Оңдасынов Қазақ ғылым академиясының құрылуына ұйытқы болып, консерватория, Женпи, шет тілдер, Шымкент технология институты, Қарағанды, Семей медицина институттарын ашуға күш салды. Қазақ фильмнің негізін қалауға ықпал етті. Нұртас Оңдасынов ұлт мүддесін қорғауға үлес қосқан қайраткер. Қазақ жерінің 3 ауданын Өзбекстанға беруге қарсы болып, осы пікір үшін Хрущевтің қудалауына түсіп, зейнетке ерте шығуға мәжбүр болды. Аса көрнекті мемлекет қайраткері Дінмұхамед Қонаев. Нұртас Оңдасынов қызмет бабында құрдай жорғалаған жағымпаздардан іргеңді аулақ сал деп айтатын. Жазушы, ғалым Шерияздан Елеукенов. Нұртас Оңдасынов қолында билік тұрған кезде қазақ тілін, дәстүрін, салтын дамытуға бар күшін салды. Ұлтына деген аса бір құрмет, сүйіспеншілік осындай-ақ болар. Жазушы Әбіш Кекілбаев. Нұртас Оңдасынов биліктен биік тұрған басшы болды. Академик Рахманқұл Бердібаев. Нұртас Оңдасынов жоғарыдан келген бұйрықты орындап отыра беретін қызметкер емес, ол қайраткер болды. Біріншіден, ешкімнің жаны мен қаны мойнымда жоқ, арым таза. Екіншіден, ешқашан ешкімнен пара алған емеспін, қолым таза. Үшіншіден, ешқашан ешкімнің руы мен жүзін сұраған емеспін, жүзім таза. Нұртас Оңдасынов.